Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте оңай, ұнсыз, өлшеуді қажет етпейтін пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде рецептін соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен бір шай кесе қантымызды салып, жақсылап екеуін венчикпен араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң жарты шай кесе сұйық майымызды құямыз, бір шай кесе айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Өнімдерімізді жақсылап араластырып болған соң жарты шай қасық тұзымызды, бір шай кесе манкамызды салып, оның үстінен 10 грамм разы етегімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы араластырған массамызды бөлме температурасында 30-40 минутқа қалдырамыз. 30-40 минут өткеннен соң біздің манкамыз ісіп, жаңағы сұйық массаға бірігетін болады кішкене. Мінекей бізде 30-40 минут өткеннен кейін осылай көбіктері шығып, манкамыз ісінеді. Сосын алдын ала қызып қойған 180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен соң, пирогымыз ыстық кезінде міндетті түрде бетіне сүтпен осылай пропитка жасаймыз. Өйткені пирогымыздың арасы құрғақ болып тұрады. Сүт құйсаңыздар, өте влажный болып, дәмі одан сайын тәтті болады. Бетіне сахарный пудра себеп әсемдедім. Ас болсын достар. Рецепт ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Рецептімді соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл.